Бәясі артқан вақытта бүгінгі күнде мына ақшаны нешік дұрыс етіп тұтарға? Бұл енді классик һәм риторик сұрау деп айтсаң да ярайды. Мында енді біріншіден айтып кетер керек, бұл ажиотаж турында айтып кетесі келеймін. Көп кіші товар артынан егерді бүтін болған ақшаларына техникаға, ризықларыға бейлер артқаншы деп әйтерсіңлі ғыммен біздің ризықтан ойырға ойылар. Менімше енді міне бұл ажиотаж ғыммен кішілерінің психикасына деп әйтегенде нешіктір тәсір етіп, шу себепле кіші оқшасы міне тезірек тұту бітіресі келеді бәтімізің енді шуңа әтері. Мұның білен бірінші ширатта енді ошқымасқа кенештер едім. Шынки біздің ғыммен Ресейде ризық жетерлік. Біздің әлбәтте енді көп кіне үліші біздің импорт товарлары. Лекен импорт товарлары кеткен шырақта да біздің Россия енді олдан оқшойық планлаштырып қойған планары бар деп айтек. Хам енді өзі біздің құжалықта да ризықлар жетерлік. Россияда аны тәпмен тірге мүмкін. Енді міне бұл оқшаны шықтырға дегенде біріншіден міне бұл ажиотаж артынан, міне бұл товарлар артынан қуып, оқшаларына бұған жиылған оқшаларыңызны анда тұтырға кеңештімес едім. Бұл ара тек өзіңізге кереклі ебірлердің оларға бірінші ширатта. Екінші ширатта шуай оқ финанс міндері бұлдырыға. Біздің финанс міндерін білебіз. 3 есе 6 айлық өзіміздің шығымларыны қопарлық сумма. Әгер де мәселен сіздің ішіңізден озат еткен вақытта енді есе сәлеметтіліктен проблема барқа келейкен, ол вақытта енді финанс міндерін сіз нешікті қолана алашақсыз. Хаминді шуай оқ кеңешетерді міне бұл болған оқшаларыңызны, болған оқшаларыңызны банка илтіп бермеске, бар тек оның көпмер үлішіңіне. Мәселен, 30-40%-ын оннан да көбірек түгіл. Шынки өзіңізді біліп тұрасыз, міне бұл ажиотаж деп әйтігінде шуай оқ бір кіші социал желілерде әйте екен, бүтін оқшаларыңызны банкардан алғыз деп, бүтін кіші шуар артынан барада зұр болғаншық деп әйтегенде ұйыштырыла. Шоған көре банкта соқара керек 30-40%-ыңа мен шой кеңештемін. Шынки егерде сен бүгін ақшаға керек екен, егерде банкларын ауырық артуа екен банкларының, ейсе бір алмаса банкоматтарды ақша болмай екен, ол вақыттайын сіз өзіңіздің міндер остығыздан шу ақшағызына алып тұта аласыз. Хамне бұл нешік соқыларға бірінші кеңешім, бұл енді финанс міндерінде бетәбіз бетінде соқыларға біздің рубльдағына түгіл, енді башқа валюталарында қорарға тағдим етер едім. Анысы енді қар кіші өзі өй, енді валюталар мәселен доллар, евро болырға мүмкін. Әлбәтті қазіргі вақытта долларлары бек бәйесі қиметленіп кетті. Лекен шойда регуляр вақытта біз енді басқа шап деп әйтегенде оласыз екен. Мәселен, отнаға бір көп мөдірілішін алдығыз, екінші отнаға көп алдығыз. Шу вақытта енді біздің бұл метод усреднен деп әйтәбізін ұрыш еткенде. Бұл шығыштырғанда бар-бір шул доллар бәйесі өзін оқуя шақты бәйтәсі келі. Хаминді біргіне валютаға қолмас үшін біз енді диверсификация деп бетінде, шынды термин бар енді қазір біздің финансыда. Біргіне бүтін болған юмырқаларына біргіне кәржінде түгіл, оны түрлі-түрлі кәржінерге бөліп қойыра керек деп етесі келейінді. Олай файдалырақ бұлай енді? Олай файдалырақ, шенке егерді біз бетінде көп кіні кішінің сір түгіл Ресейде біздің сумларға, рубльға шаныш кемірек деп етірек керек. Шоған көрейінді, ондай шырақлар үшін біздің тәғдімінде біз башқа валюталарны да қорарға. Хамиді мұнда көп кіне сұраулар тұрған кен, егерде біздің Америка біздің шекіледі, шығы болмай импорт нүкті бейінді. Оңағына иқтипартмеске кенештер едім, онан қорқмасқа керек. Бүгінгі күн біләңіне әшәмек, оғдағысына дара керек. Егерде сіз шой ұзын сұрыққа қорысыз екен, бұл планарығызына, оның рубльіңді, долларының да, еврыңда керегі шығырғам кен. Доллар еврыңа түгіл, юань қорағам кен. Түрік лирасы мәсәлен. Түрік лирасы. Har кіші индивидуар өшті қораға тегеш, ненде сұраққа өзінің планарын құра. Хам нәрсе үшін. Егер сізді спекуляция ниеті білен оласыз екен, мәселен, 100 сумға алып 200 сатам деп. Жоқ, ол вақытта әлігі метод ішлемей. Бұл біз қорыбыз бар тек бұл ұзын сұрақлар үшін ғына. Хам енді әйтес келе, бұл банк депозитлар. Бүтін кіші бітінде 20% қорытқаш, бүтін болған оқшаларын банкқа әлді берер.
Һәм менә шуны онытмаса кирәк, безнең банк белән әгәр дә нәрсә дә булса була кала икән, ул вакытта безнең менә бу иминиятләштерү бар бит инде менә безнең вкладларын дип әйтик инде, ул 1 400 000-гә тиң. Әгәр дә кешенең акчасы 1 400 000 артмаса менә бу банкта дип әйтик инде, ул вакытта әлбәттә мөмкин. Ләкин аннан да артыграк бер банкка салырга киңәш итмәс идем. Аннар тагын бер юлны, тагын бер әйберне әйтәсе килә. Шулай ук мәсәлән ясарга мөмкин, хәзер бит инде авыруга турга мөмкин мәсәлән сәламәтлек белән, яисә акчагызны мәсәлән сакарга телисез икән, озын срокта, ул вакытта сез шулай ук иминиятләштерү полисларына да куярга мөмкинсез. Аның инде шул индивидуаль рәвештә карарга кирәк, чөнки аның суммалары төрле, менә бу рисклары төрле булырга мөмкин, кешенең яшеннән дә тора. Шуңа күрә аны менә синең туганың әйтте икән, менә шул компанияга барып, мәсәлән, иминиятләштердем дип, ул сезгә туры килмәскә мөмкин. Менә хәзер бит безнең массовы киңәшләрне бу исемнәрне әйтергә ярамастыр инде, зур-зур банклар һәрбер кешегә аерым услуга иттереп, мәҗбүри үзенең иминият программаларын тәкъдим итәр. Менә андый программаларны шулай ук игътибарлырак булырга кирәк андыйлар белән, чөнки бер кешегә яраган полис мәсәлән, башка кешегә туры килү дигәнне аңлатмый. Бик зур рәхмәт сезгә, шактый файдалы мәгълүматлар алдык. Ходай Тәгалә һәр барчабызга хәләл кәсепләребезнең әҗерләрен насыйп итсен. Амин, шулай булсын, бәрәкәтле булсын. Амин.